Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте май қатып қалған, міне қолмен ұрса да, пышақпен ұрса да ешқандай кетпейтіндей қап-қара майды оп-оңай жолмен кетіретін боламыз. Сол әдістен кейін біздің кастрюлеміз осылай жылтырап, әппақ күйге енетін болады. Әрі ұзақ уақытыңызды да алмайды. Сіз де жасап көрсеңіз, нәтижесін міндетті түрде көретін боласыз. Алдымен бізге нашатырный спирт керек болады. Нашатырный спиртті алып, мендегі кәдімгі влажный салфетка болды. Сол влажный салфетканы күнге қойып кептіріп алдым да, кепкеннен кейін нашатырный спиртті алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жақсылап сүйіп шығамын. Құрғақ салфеткаларыма спиртті сүйіп шығып, түбіне осылайша жапсыратын боламыз. Сулы салфетканы кептірмей-ақ, қағаз құрғақ салфеткалар болады ғой, соны да пайдалана берсеңіздер болады. Нашатырный спиртті кез келген аптекадан таба аласыздар. Шишада тұратын түрі де болады. Мендегі пайдаланып жатқан 50 миллиграммдық түрін алдым. Небәрі бағасы 150 ғана теңге тұрады. 3 құтысын пайдаландым. Барлығын сеуіп болғаннан кейін ауа өтпейтін целлофан пакетке осылайша салып 24 сағат уақытқа қалдырамыз. Әрине төбеге, балалардың қол жетпейтін жерге қойып қою керек болады. 24 сағаттан кейін келесі күні кастрюлемді ашып қарадым. Сыртындағы қатып қалған майлары кету үшін 24 сағаттан кем тұрмау керек, достар. Міне келесі күні ашып қарағанда майлары жібіп қалған, пышақ тигізсек болды, өздігінен кетіп жатыр. Міне осылай оп-оңай қырсаңыздар кетіп қалады. Бұл кастрюль неше жылдан бері жуылмай қалып кеткен кастрюль, май қата берген, осылайша қатып қалған. Мен неше түрлі әдістерді пайдаланып көрдім түбін кетіргенге, бірақ ешқандай әдіс маған көмектеспеді. Тек осы әдісті пайдаланғанда ғана менің кастрюлем әппақ болып шыға келді. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмей қарап отырған көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сонымен қатар менің каналымда қазандарды қалай тез тазалау керек және сковородкаларды, түрлі заттарды тазалаудың әдіс-тәсілдерінде көрсеткен болатынмын. Міне қараңыздаршы, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте тез барлығы кетіп қалды. Бұған менің ұзақ уақытымда кеткен жоқ. Небәрі 10-15 минут қана уақытыңызды алады. Бір ғана заттың көмегімен ыдысымыздың сыртындағы қатып қалған майларымыз осылай жібіп шыға келді. Нашатырный спиртті кез келген аптекадан таба аласыздар. Мінекей достар, ыдыстың сыртындағы қатып қалған майларды пышақтың көмегімен барлығын дерлік осылай алып шықтым. Болғаннан кейін менің кастрюлем осындай күйде болды. Енді тазалауға біз арнайы сұйықтық әзірлейміз. Алдымен бөлек ыдысыма фериді құйып аламын. Мен шамамен 1 ас қасық көлемінде етіп құйып алдым. Оның үстінен 1 ас қасықты толтырып, ас содасын қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Араластыра келе бізде осындай сұйықтық пайда болды. Енді осы сұйықтықты жаңағы кастрюлеміздің үстіне құйып шығамыз. Барлық жеріне құйып жеткізіп шықтық. Одан кейін қырғыштың көмегімен жақсылап қыра бастаймын. Осы сұйықтық біздің ыдысымызды жылтыратып шығарады. Қыра келе біздің сұйықтығымыз қарая бастайды. Міне сіздерге қазір бір шетін сүртіп көрсетемін. Міне ыдысымыз осылай жылтыр болып шығады. Келесі қалған бөліктерінде дәл осылай қырғышпен жақсылап қырып шығамын. Сол кезде біздің қазанымыз осылай жылтыр, өте әдемі болып шығады. Достар, бұл тексерілген әдіс, жасап көрсеңіздер 100% нәтижесін көретін боласыздар. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео сізге ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да пайдалы ақпараттар болады.